Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында нан пісіреміз. Бұл нан өте жұмсақ және өте дәмді болып келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Үлкендеу ыдысымызға жылы сүтті, жылы суды, қантты, тұзды, ашытқыны салып жақсылап араластырамыз. Сосын оның бетін жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Енді қамыр илейміз. Массамызды тағы да жақсылап араластырып алып, ұнды аз-аздан енгіземіз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Енді ерітілген сары майымызды қамырға құйып, оны жақсылап илейміз. Май қамырға әбден сіңуі қажет. Енді қамырымыздың бетін жауып, оны жылы жерге қоямыз ашығанша дейін. Ашыған қамырымызды бір басып, қайтадан бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Енді қамырымызды екіге бөліп, күлшілейміз. Сосын одан нан формасын шығарып, противенге қоямыз. Қамырдың бетін орамалмен жабамыз. Енді қамырымыздың ортасын осылай қолмен басып қоямыз. Нанымыздың бетіне сары уыз бен сүтті араластырып жағып шығамыз. Сосын кунжут себеміз. Нанды духовкада 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Біздің нанымыз пісті. Мінекей достар, бізде үй жағдайында осындай өте әдемі және өте жұмсақ, дәмді үй наны шықты. Қазір нанды кесіп, ортасын көрсетемін. Наны өте жұмсақ болып шықты. Және дәмді. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Күндеріңіз сәтті өтсін.